Үш торай ертегісі. Бұрынғы өткен заманда үш торай болыпты. Олардың түрлері де, бойлары да, тіпті құйрықтарына дейін бірдей болған екен. Аттарының өзі өте ұқсас екен. Ниф-ниф, нуф-нуф және наф-наф. Жаз бойы шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттанып жүріпті. Жаз кетіп, күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмайды. Сары орманның үстіне сұр бұлттар жиі үйіріле бастады. Қыстың жайын ойлану керек, деді наф-наф бауырларына. Тағы да наф-наф бауырларына былай дейді: Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қалуымыз мүмкін. Бірге үй салайық, бәріміз бірге тұрамыз, дейді. Бірақ ағалары жұмысты бастағылары келмеді. Жер қазып, тас тасығанша. Одан да күздің соңғы жылы күндерін аунап-қунап асыр салғылары келді. Үлгереміз. Қысқа дейін әлі уақыт бар. Одан да ойнай тұрайық, дейді Ниф-ниф. Ниф-ниф секіре жөнелді. Керек кезінде мен өзіме үй салып аламын, деді Нуф-нуф. Жерге жата кетті. Өздерің біліңдер, мен сендерді күтпей, өзім үй сала беремін, деді Наф-наф. Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен Нуф-нуф асығатын емес. Торайлар жұмыс жайлы ойлағылары да келмеді. Олар таңертеңнен кешке дейін ештеңе істемей аунады, секірді. Күнде ертеңмен уақыттарын өткізді. Жол жиегіндегі шалшықтың беті қата бастағанда ғана олар жұмысқа кірісті. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспастан кешке сабаннан өзіне үй тұрғызып алды. Ниф-нифке өзінің үйі ұнағаны соншалықты ол әндете бастады. Жарты әлемді шарласаң да мұндай үйді таппассың, деп жақын маңда бұтақтардан, жіңішке шыбықтардан үй тұрғызып жатқан Нуф-нуфке келді. Оның да үйі тез арада дайын болды. Қуанған Нуф-нуф былай әндетті: Менің үйім жап-жақсы, жап-жақсы. Қорқынышты емес найзағай мен тамшы. Міне, сенің де үйің дайын болды. Енді екеуміздің қолымыз бос жүр. Наф-нафқа барайық, оны көптен көрген жоқпыз, деді Ниф-ниф Нуф-нуфке. Наф-наф болса тастарды тасыды, балшық езді. Сөйтіп ол өзіне жаңбырдан, желден қорғанатын жылы мықты үй салып алды. Үйдің есігін еменнен жасады, есікке тиек жасады. Қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-ниф пен Нуф-нуф ағаларын көріп, айғай салысты. Сен не істеп жатырсың? Үй ме, әлде бекініс пе? Торайдың үйі өзіне бекініс болу керек, деді Наф-наф. Сен кіммен шайқаспақшысың? Деп олар мазақтады. Ал Наф-наф болса жұмысын әрі жалғастыра берді. Мен бәріңнен ақылдымын, үйді тастан қаладым. Ешбір аң үйге кіре алмайды. Бұл қандай аңды айтып тұр? Ниф-ниф Нуф-нуфтан сұрады. Мен қасқырды айтамын, деді Наф-наф. Бұл қасқырдан қорқады, ал біз ешкімнен қорықпаймыз, деді де кете барды. Олардың шуынан ағаш түбінде ұйықтап жатқан аш қасқыр оянды. Бұл не шу? Деп қасқыр торайлар жүрген жаққа қарай бет алды. Қайдағы қасқыр? Біз оның тұмсығынан ұстап аламыз, деп батырсынды торайлар. Олар қасқырды тек суреттен ғана көрген болатын.
Олар ағаштың тасасында тұрған тірі қасқырды көріп қорқып кетті. Қасқыр енді ұмтыла бергенде бұлар шыңғырып қаша жөнелді. Әрқайсысы өз үйлеріне қарай жүгірді. Ниф-Ниф үйіне жетіп есігін жауып алды. «Есігіңді аш, әйтпесе сындырамын», деді қасқыр. «Жоқ, ашпаймын», деді Ниф-Ниф. Қасқыр «Уф» деп 3 рет үрлегенде үйінен дым қалмады. Ниф-Ниф жан ұшыра қаша жөнелді. Тез арада Нуф-Нуфтың үйінің алдында болды. 2 ағайынды есікті жауып үлгергендері сол еді. Қасқырдың «Мен сендерді жеймін» деген даусы естілді. «Мен шаршадым, үйге кеттім», деп қасқыр торайларды алдап тығылып қалды. «Сен естідің бе? Ол үйіне кетті», деп олар қайтадан асыр салып ойнай бастады. Ал қасқыр болса қойдың терісін жамылып есікті қақты. «Мен кішкентай тоқтымын, табыннан адасып қалдым. Мені үйге кіргізіңдерші», деп жалынды. «Қойды кіргізсек кіргізейік», деп есікті аша берген кезде тісі ақсиған қасқырды көріп, есікті күштеп жауып алды. Ашуланған қасқыр бар күшін салып 5 рет үрлеген кезде бұл үйдің де быт-шыты шықты. Торайлар Наф-Нафтың үйіне қарай қаша жөнелді. Ағасы есік ашып кіргізді. Екеуі ештеме айтуға шамалары келместен төсектің астына тығылды. Наф-Наф бәрін айтпастан түсінді. Есікті бекітіп әндетіп орындыққа отырды. Есік қағылды. «Бұл кім?» «Көп сөйлемей есікті аш», деді қасқыр. «Ашпаймыз». «Ах, солай ма? Онда 3-іңді де жеймін». «Жеп көр», деді Наф-Наф. Қасқыр аузын ауаға толтырып, қанша үрлесе де үй орнынан қозғалмады. Ашуға булыққан қасқыр есікті жұлқылай бастады. Есік те ашылмады. Ызаға булыққан қасқыр тасты тістерімен қыршыды. Қабырғаны тырнады, түк шықпады. Тек тісін ауыртып тырнағын майыстырды. Басын көтеріп жоғары қарап еді, пештің мұржасын көрді. «Мұржа арқылы үйге кіретін болдым», деп қуанды қасқыр. Ол ақырын мұржаның бойымен ішке қарай түсе бастады. Ақылды Наф-Наф пеште қайнап тұрған қазанның бетін аша қойды. «Қош келдің», деді Наф-Наф қасқырға. Қасқыр қайнап тұрған суға күмп етті. Қасқырдың жүні үрпиіп, көзі бақырайып, бақырған күйі келген ізімен орманға қарай қаша жөнелді. 3 ағайынды оның артынан мәз болып қарап тұрды. Содан бері ағайынды үшеуі Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф тату-тәтті бір шатырдың астында өмір сүріпті. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше. Тағы да қандай аудио ертегілер тыңдағыларыңыз келеді, пікірге жаза отырыңыздар.